Апа қалайсыз? Амансыз ба? Қанша таразыңыз? 50 теңге. Сізді дастарханға шақырсам бола ма? Жүріңізші қазір тамақ жейік. Мына жер алыс емес, мына жер жақын. Жүріңізші апа. Алыңыз. Жүріңіз. Қай жерге қоясыз бұны? Әкетем ғой үйге өзіме. Онда салыңыз. Жүріңіз, кеттік. Дастарханға мен қалай отырамын? Сыбасын бәрі, қолым бәрі кір. Жүріңіз, жуып аламыз апа. Басқа жол бола ма жан? Жоқ апа, қазір. Қазір апа, болмайды. Бабам жүр дейді, мен бағым демейді. Апатай, енді бар енді бар. Оны енді ешқой деп атырмын ғой бағыға. Кішкене движение болсын деймін, қимылдап, қалай қойл аяғым кішкене яғмасын деймін ғой балам. Әйтпесе жағдайым жақсы ғой. Арендада тұрам балам. Аренда төлеп ба? Айына қанша төлейсіз? 25 теңге. Бірақ сіз үшін көп. Пенсиямнан жетеді ғой балам. Бала шағаңыз қайда? Балаларға 3 қызым бар балам. Бір қыз өзіммен бірге тұрады. Жұмыс істеу керек жас кезінде. Жұмыстан қашпау керек. Жұмысты істедік burada союз кезінде. Құда қаласа сонан жеп рахаттанып отырмын балам. Пенсиям жетеді. Бала шағалар барында неғам. Күміс медалым бар. 6 балаға дейін. Бір балам қайтыс болған. Сосын қалған бір 5-еуі бар. Bizim mangayında 3 kızım var. 2 alışta oturadi, 1 Atırauda, 1 Birdenge'de. Benim canımda 3 kız var. Жағдайым жақсы, пенсиям бар балам. Kızım var, ölsüm soğuzum könet болды сол. Жаман нәрсе айтпаңыз апа. Мен 80-нен, 82 келемін январда Құда қаласа. Сонда мен қай есікті жүгірем деп барғым да келмейді үкіметке. Іздеп те барған жоқпын. Маған үй бер деп сұраған да емеспін. Сол енді болды ғой жасым келсе, қыздарым бар ғой деймін де соларға сыйымды. Немерелерім бар. Сол бар. Онша жалығы жасап, анда жеп көрем өзім жауап жасамайым. Енді кетсең бәрі болады балам. Сол ерімде енді кетсе, сол жақсы болады. Жағдайда жақсы болады. Енді апа, бұны не үшін айтып отырмын? Мына ақшаның бәрі сізге. Ешқандай не алып көрген емес едім балама. Апа. Өзім наоборот қыздарыма көмектесіп сөйтетін едім де балама. Алыңыз апа. Енді не қыламын енді. Керек қой апа, по-любому. Дұрыс па? Керек болып тұр ғой. Тастамайсың ғой, керек қой балам. Бірақ ана өзім біреуден ондай несін алып бір пайдаланып ондай көрген емеспін осынша жасқа келіп. Енді Алла разы болсын балам, мына ниетің қабыл болсын. Отбасыларың, жан-жағың, бауырларың аман болсын. Мына ісіңе Құдай сәтті болып, алға қарай жана бер балам. Денің сау болсын, жасың ұзақ болсын балам. Мен шөберелерім бар. Айтып отырмын, 81-ден асып баратырмын қазір. Сендердің мен жасымнан дасыңдар жаным. Бүкіл абыройлы болсын жұмысың. Бақытты болып, жастарың ұзақ болып, дендерің сау болсын. Алладан не тілесің, тілеулеріңді берсін жаным. Мені сілесің, сендер құрайсың. Рахмет апа. Өмір бақи ырзамын жаным. Бұл мен ешоқ ұмытпаймын бұны. Біреудің бұл алған нәрсені ұмытпаймын жаным. Сің Алға баса берсін жаным. Есіңіз кім? Менің жана берсін, Керімкүл. Керімкүл? Менің атым Самат. Самат, жақсы болсын. Самат болсын, әрдайым мен батамды айтып отырамын жаным. Тілеулеспін, жаңа мешітің болсын, алға қойған мақсаттарың бәрі орындала берсін. Рахмет апа. Дендерің сау болсын, алға жұртқа істеген қызметінің рахатын, зейнетін көре беріңдер жаным. Жастарға ризасыз ба? Жастарға енді риза боламын қазір балам. 1 жарым жастарға қарасам, өзі осындай мұсылман болып, адамгершіліктерін үлкен сыйлауға келіп жатыр қазір. Мен жастарға енді 100% демесем де бір 89% ризамын. Қазір намаз оқиды жастар. Адамгершілікке келе жатыр. Мына өзің сияқты отырған балалар, әне жерде мен отырамын ғой, таразыға түседі дағы. Апа дейді да 100 теңге тастай салады, болмаса бір 500 теңге, бір 500 теңге тастай салады. Оның бәрі бір не емес, сол ана адамның несін сыйлағандық деп білемін. Ананы сыйлағандығы ғой деп түсінемін мен. Жастарға сол ырзамын. Соны көріп жүрмін балам. Сол жағын.
көп жаса рахмет балам. Айтып отырмын ғой, денің сау болып, отбасың аман болып, жан-жағың бар аман. Құдай ісіңе ісіңді алға бастыра берсін, ісің өрге баса берсін, Алла абырой берсін. Жақсы болсын. Аман болыңыздар. Аман болсын. Рахмет жаным. Жақсы апа.